Бауыр қандағы токсиндерді кетіруге жауапты. Сондықтан оның қызметі дұрыс орындалмаса, улы қосылыстар мен қалдықтардың жиналуынан туындаған мыңдаған мәселелерге тап болуымыз мүмкін. Бауыр өзін-өзі қалпына келтіруге қабілетті, бірақ сіздің тағамдануыңыз дұрыс емес болса, алкогольді ішімдікті көп ішсеңіз, тәттілер және қажетсіз тағамдарды жесеңіз, бұл процесс күрделенеді. Мұндай жағдайларда біз процесті жеңілдететін әрі жақсартатын біршама пайдалы кеңестерді ескертеміз. Ескерту: егер ауру мазаласа, бірден дәрігерге көрінген жөн. Біз айтатын ақпарат тек пайдалы кеңестер. Себебі бауыр денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Бауыр қатты бөлінген кезде де ауырмайды, себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Негізінде ауырсыну немесе шаншып ауырса, ол өте асқынған кезде ғана болады. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Осыдан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Егер сіздің үнемі оң қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауырса, жедел етіп дәрігерге көрінген жөн. Бауыр 1 минутта 1500 мг қанды сүзгіден өткізе отырып, өмір бойы қызмет атқарады. Адамның жалпы көңіл күйі, өзге де ішкі ағзалары, жүйелері қаншалықты үйлесімді жұмыс істеуі де осы мүшенің саулығы мен белсенділігіне байланысты. Түймедақ шайын дайындап, ұйықтар алдында оны ішіңіз. Ол сізге жақсы ұйықтауға, тоқ ішекті тазартуға және бауыр жұмысын жақсартуға көмектеседі. Құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Бауырдың саулығына көмектесетін тағы бір жеміс түрі лимон. 1 стакан таза суға лимонның тең жартысын қосып ішіңіз. Лимон шырыны бауырыңыздағы барлық зиянды зәр, уытты шығаруға көмектеседі. Сұлы жармасы. Бұл тағамның құрамында талшық көп. Бұл сіздің бауырыңыздың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Сұлы жармасын жеудің қосымша пайдасы бұл салмақ жоғалтуға көмектеседі. Әсіресе асқазан және бауыр ауруының даму мүмкіндігін азайтуға пайдасын тигізеді. Бауырыңыз сау болсын десеңіз, сарымсақ пен жуаны жиі жеуге тырысыңыз. Иісі жағымсыз болса да, бауырға берер пайдасы мол. Құрамында ағзадағы артық заттарды сыртқа шығаратын пайдалы элементтер өте көп.